Дәмі тіл үйіретін картошкадан жасалған осындай палочкилердің рецептісін бөлу үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен рецептісімен бөлісетін боламын. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бірінші осылай ыдысымызды алып, картошкалардың қабығын ашып, таза суға әбден жуып аламыз. Ал мен картошкаларымыз ертерек піссін деп, олардың арасын 4 бөлікке бөліп, суын тағы да тазалап, оны қайнатып алдым. Картошкамызды пісіріп алғаннан кейін ыдысқа салып, осындай езгіштің көмегімен әдемілеп езіп аламыз. Немесе сіздерде вилка болса, вилкамен езуге болады. Және осы ыстықтай күйінше сары майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және татымына қарай тоз қосамыз. Майды ыстықтай салуымыздың себебі біздің жаңағы картошкамыздың кішкене қатаңдығы болады ғой. Сол қатаңдықты кішкене жұмсарту мақсатында саламыз. Қасықтың көмегімен немесе силиконды лопатканың көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне ұн, разрыхитель және крахмал саламыз. Осы қосылған қоспаларды жақсылап араластырып, және тағы да осы күйінде үстіне 2 жұмыртқаны қосып жібереміз. Дәл осы күйінше араластырып, біркелкі массаға айналдырғанша араластырамыз. Ал әдемілік үшін және кішкене болса да әдемі дәм кіргізу үшін мен укроптың туралған қостым. Жақсылап араластырып алып, пісіруге дайындаймыз. Қазір мен сіздерге картошкалы палочкалардың 2 түрлі пісірілу жолын көрсетемін. Осылайша кондитерлік қапшықтарды алып, осыған жаңағы біздің дайындаған массамызды салып шығамыз. Және қыздырылған табаға майды аз ғана құйып, осылай жаңағы қапшыққа құйып шыққан қамырымызды, картошкалы қамырымызды салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Екі жағын осылай пісіріп аламыз. Дәмі бірдей болып шығады, бірақ мен қазір екінші жолын көрсетемін. Оған дейін сіздер менің тіркелмеген болсаңыздар, YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Ал дәл осы қамырдың үстіне аз ғана ұн салып, разрыхитель салып, мына жерде разрыхитель салғаны түспей қалыпты. Разрыхитель салып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр елеп шығамыз. Жаңа біздің картошкалы массамызға қамыр елеп шығамыз. Қамырымыз қатты қолға жабыспайтындай болу керек, бірақ қатаң болып қалмау керек. Осылай қамыр жаятын силиконды төсенішімізді төсеп, үстіне осылай біркелкі етіп жасап алу керек, бірақ қамырымыз қатты болып қалмау керек. Біз қарап тұрсаңыздар, құрамына крахмал қостық. Біздің картошкалы таяқшамыз, палочкилеріміз, яғни кітірлек болу үшін. Және жаймендеп алып, суалалап аламыз. Кішкене тақтайшаны, яғни кішкене оқтаушаны алып, жайлап жаямыз. Себебі біздің мына қамырымыз жұмсақ болғандықтан, ол езіліп кетуі немесе жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан жайып, кескішпен немесе пышақпен әдемілеп формасына салып, кесіп шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, сопақша етіп кесіп шығамыз. Кішкене жабысып қалуы мүмкін, себебі енді оның ішінде картошка, сондықтан әдемілеп осылай алып, табамызға салып шығамыз. Майымыз көп емес, көріп тұрғандарыңыздай майды аз ғана құясыздар. Және әдем болып осылай өзі көтеріледі, екі жағына аунатамыз. Және осылайша балаларға да, үйдегі отағасыңызға да берсеңіз ұнайтыны сөзсіз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Күшті рецепттер күтіңіздер.